Біздің елде проблемасы жоқ ауыл бар десем сенесіз бе? Күлесіз бе? Қалжың деп қалмаңыз, шынымен де бар. Одан қалды бұл елді мекенде мүлде қылмыс жоқ. Тұрғындардың тәртіп бұзуға қолдар тимейді екен. Барлығы да жұмыспен қамтылған өйткені. Ауыл азаматтары үйлерінің де есігін құлыптамайды. Көліктерінде кілттемеуге үйренген. Тілшіміз Айғаным Достанбай 60 шақырымды артқа тастап, ауыл тіршілігін таспаға түсіріп қайтты. Біз бұл ауыл туралы жиі естиміз. Біріншіден тазалық, екіншіден жұрты еңбекқор, ал үшіншіден бұл елді мекенді шағын Германия деп те атайды. Тағы бір дерек, жыл басынан бері мұнда ешқандай да заң бұзушылық тіркелмеген. Ойлаңызшы, 9 ай бойы бірде-бір қылмыс болмаған. Аңыз ба, әлде бұл ақиқат па? Көрейік. Родинаны ауыл деуге ауыз бармайды. Тірлігі қалалықтарға бергісіз өйткені тасжол, қаздай тізілген біркелкі үйлер, супермаркет, фитнес орталық дейсің бе, жайлы өмір үшін қажеттінің бәрі бар мұнда. Сондықтан да тұрғындар қалаға себепсіз ағылмайды. Ең бастысы ұйқылары тыныш, ұрлық-қарлық, қылмыс атаулыдан ада. Родинаның қауіпсіздігін 150-ге жуық бейнекамера бақылауға алған, ол ауылдың бұрыш-бұрышында ілулі тұр. Болашақта бұл салаға сергек камераларында тарту көзделіп отыр. Ауылдың ең қауіпсіз деп танылуының да құпиясы осы секілді. Работают они круглые сутки бесперебойно. Камералар тәулік бойы жұмыс істейді. Үздіксіз. Учаскелік полицей бір уақытта бірнеше орында бақылап отыра алады. Заң бұзушылық байқалса, оқиға орнына бірден оперативті түрде жетіп барады. Бейнекамералар орнатылғанға дейін де ауыл тұрғындарының тәртібі осал болмаған. Мысалы, соңғы 5 жылда небәрі 27 заң бұзушылық тіркелген екен. Оған қоса ауыл жұрты ерікті түрде 2 айда бір мәрте түнгі және күндізгі кезекшілікке шығады. Родина селосында 23 жылдан бері жұмыс істеп келем. Осында ең бірінші келгендегі мен қазіргі салыстырғанда жер мен көктей жақсы, қазір осы ауылдың халықтарына көптеген көмек, жақсылықтар істелініп жатыр. На административном участке бізде тәртіпті бұзатындар көбіне сырттан келетіндер. Астанадан келіп қоғамдық орындарға қоқыс тастап, не болмаса жол белгілеріне қарамастан ережені бұзады. Ал ауылдың тұрғындары заңға, тәртіпке бағынатын адамдар. Заң бұзуға уақыттары да жоқ, себебі мұндағы 1500-ге тарта тұрғынның барлығы жұмыспен қамтылған. Көше кезіп, қаңғырып жүргенін көрмейсің. Ешқандай жұмысы жоқ, АСП деген ешкім бізде алмайды, бәрі жұмыспен қамтамасыз еткен. Және пандемия басталғалы ешқандай коронавирус? Да, ондай індетпен ешқандай тіркелген жоқ. Неге десеңіз, бізде бас санитарлық дәрігердің рұқсатымен бізде осы жалпы округымыз бойынша біз санитарлық блоктарды қойдық, соны қатаң бақылап отырдық. Ауыл жұрты көліктерін кілттемейді, үйлеріне құлыпта салмайды, мүліктерін де аулаға бейберекет тастап кетуден қорықпайды. Жақын арада қосымша 100 камера орнатып, ауылды қазіргіден де қауіпсіз ете түсу көзделіп отыр екен. Айғаным Достанбай, Өміргүл Жендетхан, Айбек Тымбаев, Дінмұхамед Абдрахманов, басты жаңалықтар.